Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай тары чизкейк жасайтын боламыз. Көптің жүрегін жаулаған осы тары чизкейгін міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецебі аса қиын емес. Қонақ келгенде жасасаңыз да, балаларыңызға жасасаңыз да өте әдемі болып шығады. Бізге алдымен 200-220 грамм ұн қажет болады. Оның барлығын бірден салып жүрмеңіз. 200 грамм ғана ұн салып, оған 140 грамм майымыз салып, және де 3 үлкен қасық ас қасықпен қант саламыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқаны толықтай, бір жұмыртқаны тек сарысын салып, оған жарты ас қасық қаймақ салып, және де жарты пачка разрыхлителіміз салып, 12 грамм разрыхлитель салсаңыз болады. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға салынған майымызды, қантымызды осылайша крошка етіп, жақсылап езетін боламыз. Ұнымызға жаңа жұмыртқа мен қаймағымызды осылайша құйып, жұмсақ етіп қамыр елейтін боламыз. Ұнымыз аз болып жатса, шамалап қана ұн салып, осылай жұмсақ қамыр жасаймыз. Кез келген пирогты жасағанда жалпы мен ұнның барлығын салмаймын, шамалап қана алып қоямын. Сол кезде ұны аз болып жатса, жаймендеп салып отырып қамыр жасасаңыз, сол кезде қамырыңыз жұмсақ болып шығады. Мінекей осындай сап-сары, жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Енді қамырымызды қойып қоямыз 5 минутқа. Енді салмамыз жасайтын боламыз. Творожный сырдан 350 грамм творожный сыр саламыз. Оған 60 грамм сахарный пудра, 60 грамм кәдімгі қант саламыз. Егер сахарный пудраңыз болмаса, 120 грамм қант салып, осылай жақсылап қасықпен езіп аламыз. Оған 2 жұмыртқамыз салып, ары қаратай араластырамыз. Жұмыртқаны бір-бірлеп саламыз. Алдымен бір жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Сосын әбден араласқан соң екінші жұмыртқамызды салып араластыратын боламыз. Енді осыған кукурузный крахмал салатын боламыз. Мен көз мөлшеріне салдым. 2 шай қасық салсаңыз жарайды. Салман жасамай тұрып, қамыр жасап жатқан кезде жарты кесе сөкті ыстық сүтке осылай бұқтырып дайындап қоямыз. Осылайша сөгімізді саламыз. Сөгіміз салып болған соң барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Творожный сыр жалпы қою болғандықтан оның комоктары қалып қалуы мүмкін. Сол комокты қалдырмау қажет. Барлығын араластырып болған соң осылайша 100-110 грамм сливки құятын боламыз. 33% сливки пайдаланыңыз міндетті түрде. Сливкиді құйып болған соң араластырып қоямыз. Енді жаңағы қамырымызды осылай тапамызға жайып шығатын боламыз. Қолмен жайып шығамыз, өйткені қамырымыз жұмсақ. Осылайша жайып болған соң қамырымызды осылайша вилкамен тесіп шығатын боламыз, өйткені қамырымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Сол кезде пирогымыз әдемі болмай қалуы мүмкін. Қамырымыздың үстіне жаңағы дайындап қойған салмамызды құйып, пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180-200 градуста пирогымызды 30 минут пісіріп аламыз. Әр пеш әр қалай піседі, сол себепті коржы қызарғанша қарап тұрып пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз піскен соң 15-20 минут пештің ішіне қалдырамыз. Пештен алған соң 2 сағат көлемінде суытып алатын боламыз. Мінекей пирогымыз дайын, көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі дәмді, әрі пайдалы пирог.